Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu aleykum. Hürmetli cemaat, hürmetli dostlar. Bizde bugün Arap tili 13-cü gün idafaga жаттығулар Фатиха сүресін талдаймыз. Алдыңғы сабақта біз талдағанбыз. Соны қайтадан бір қайталап жіберейік, себебі кішкене түсініксіз болып кеткен сияқты. Бірінші, Фатиха сүресін талдамас бұрын, идафаға жаттығулардан бұрын біз идафа дегеннен соған тоқталайық. Біз айттық, арабша 5 сөз тіркесін үйренеміз деп. Арабша 5 түрлі сөз тіркесін осы курста үйренеміз. Сөз тіркесі. Олар қандай дедік? Біз 4-еуін үйрендік, дұрыс па? Бірінші маусуф сифа дедік. Маусуф сифа. Сифа. Бұл қалай жасалады? Бұл бізде маусуф сифа, екі есімдердің қосындысы да бір немесе одан да көп. Бұл жерде не? Зат есім және сын есім деген сөз ғой. Зат есім біреу болады, сын есім бірнеше болады. Бірінші сөз бізде маусуф болады, қалғандары сифа. Сифа бірнеше болады. Бұлар екі немесе одан да көп есімдерден құралады. Оларды қалай ажыратамыз? Олар есімнің біз айттық, есімнің 4 сипаты бар. 4 сипаты бірдей болса, онда олар не болады дедік? Маусуф сифат. Есімнің 4 сипаты андай? Ескертіп көрейік. Статус дедік. Статус рафа насып жар дедік. Сосын саны дедік. Саны жекеше, екілік, көпше. Сосын үшінші сипаты тегі дедік. Тегі женский род, мужской род. Сосын төртіншісі біз айттық типі дедік. Типі дегеніміз жалпы немесе нақты. Сосын осы 4 сипатта сәйкес келсе, олар ондай сөздері біз айтамыз маусуф сифа болып тұр, яғни зат есім, сын есім болып тұр дейміз. Келесі сөз тіркесі бізде ол жар маджрур болды. Жар маджрур. Жар маджрур қалай жасалады? Бұл жар маджрур, жар деп атайтып тұр. Харф жар деген бар. Харф жар плюс исім болады. Харф жар плюс исім. Харф жар дегеніміз қандай? Бәта кәфіламау мин фиан аля хатта иля дедік. Бұлар Құранда келетін 11 түрлі харф жар. Олардың әзірге мағынасы маңызды емес. Өздерін тану, жаттауға керекпіз. Құранда кездескенде тану керекпіз. Харф жар. Харф жар жұмысы андай, өзінен кейінгі исімді жар статуста болды. Біз айттық қой, статустың 3 түрі бар деп. Рафқа насып жар. Сол жарда не үшін жар болады? Оның бір себебі осы харф жардың кесірінен исім жар статуста болады. Ондайларды біз жар маджрур дейміз. Харф жар мен исімнің арасында ешқандай сөз болмайды. Екеуі бірге жүреді. Жан достар десек болады. Сосын келесі сөз тіркесі бізде үшінші инна және исмуха дедік. Және исмуха деген. Бұл бізде үшінші сөз тіркесі. Бұлар қалай жасалады? Атайтып тұр инна деп. Бізде бұл харф насып дегенді өттік. Харф насып плюс исім. Плюс исім. Харф насып деген қандай олар? Біз айттық, 7 түрін таныстық. Бұлар Құранда көп кездеседі. Олар жаттауға міндетті. Инна, анна, ка анна, би анна, лейта, ла, кинна, ла, алла. Осылар харф насып. Харф насыптың жұмысы андай. Өзінен кейінгі мұна исімді насып статуста қалады. Болды. Олардың әрқайсының мағыналары бар, әзірге маңызды емес. Бірақ жаттауға керекпіз. Инна, анна, ка анна, би анна, лейта, ла, кинна, ла, алла. Харф насыптың жұмысы өзінен кейінгі исімді насып статуста қалады. Харф насып пен исімнің арасында сөздер болуы мүмкін, сөйлем болуы мүмкін, алыс ара қашықтықта жұмыс жасай береді. Түсінікті ғой. Енді төртінші сөз тіркесі идафа дедік. Идафа дегеніміз не? Идафа бұл екі исім сөзден құралады. Бұларды қалай табамыз? Бұлар
екі исім. Біріншісі ол мудаф болады, идафаға қатысты ережелер. Бірінші мудаф табу керекпіз. Мудаф дегеніміз не? Мудафты қалай айтамыз? Оның статусы жеңіл болу керек. Сосын әл деген болмау керек. Арабшада әл деген бар ғой, артикл. Әл деген болмау керек. Әл жоқ десек қысқартып. Әл жоқ. Мудафты осылай айтамыз. Егер біз айттық қой, исім негізі статусы ауыр болу керек, яғни тануинмен, комбинациямен болу керек. Егер исім сөз жеңіл болса, біз айтамыз бұл бізде мудаф сияқты деп. Енді мудаф екенін дәлелдеу үшін біз не істейміз? Мудаф илай табамыз. Міне біріншісі ол мудаф болады. Идафа екі сөзден құралады. Екеуі де исім. Біріншісі мудаф. Енді біріншісі мудаф дедік. Мудафтың шарты қандай? Статусы жеңіл болады. Ол қандай? Статусы жеңіл дегенімізде. Статусы жеңіл деген, яғни тәнуинсіз немесе комбинация муслимани, муслимуна дегенден нун әрпі шықпаған болу керек. Сосын әл болмау керек. Сол кезде ол мудаф бола алады. Енді мудаф болу үшін оны дәлелдеу керек. Қалай дәлелдейміз? Оған мудаф илай болу керек. Мудаф илай. Маудаф деп қойып, мудаф илай болу керек. Мудафтың қасында мудаф илай болса, онда біз точно идафаны тапқан боламыз. Мудаф илай. Енді мудаф илай деп атаймыз. Мудаф илай бұл жар статуста исім болу керек болды. Статусы жар болу керек болды. Статус жар болу керек болды. Басқа ешқандай оған ереже жоқ. Негізгі шарты жар болу керек болды. Мудаф илай. Мудаф илай тапсақ, онда бұл біз айтамыз мудаф илай болып тұр деп. Сөз тіркесі. Түсінікті ғой? Идафа деген осы екі исімнен құралады. Біріншісін мудаф дейміз. Екіншісін біз не дейміз? Мудаф илай. Мудаф илайдың шарты ол жар болу керек. Ал мудафтікі статусы кез келген рафа болсын, насып болсын, жар болсын бола береді, бірақ жеңіл болу керек. Яғни тануинсіз немесе комбинациядан нунсыз. Сосын әлі болмау керек. Біз айттық, статус екіге бөлінеді, ауыр немесе жеңіл. Негізі исім сөздер ауыр болады. Оның жеңіл болуының төрт себебі бар. Соның бірі осы идафа. Мудаф болса, онда ол статусы жеңіл болады дедік. Кеттік. Енді мудафқа біз жаттығу жасайық. Тағы алдында жаттығу жасадық, соны бір-екеуі қалып қойған еді, соны жалғастырайық. Сосын біз Фатиха сүресін талдаймыз, бұйыртса Алла қаласа. Идафа дегеніміз бізде бұл төртінші сөз тіркесі. Біз 5 түрлі сөз тіркесімен танысамыз, ал келесі сабақта бұйыртса 5-сімен танысатын боламыз. Аз қалды. Сонымен идафа. Кеттік. Бірінші қатарды талдадық. Соңғы қатардан 1-2 сөз танытайық. Сосын Фатиха сүресіне көшеміз. Енді біз міне аят келіп тұр. Бұл Құранда аяттардың кесінділері, сол үзінділері, Құранда аяттардың үзінділері. Бізге идафаны табу керекпіз. Осы тұрған сөздердің қайсысы идафа? Мысалы, 8-ді алайық. Кулли мәсәлин. Бізге қандай шарт керек? Бірінші сөз мудаф табу керекпіз. Идафаны табу үшін міне мудаф. Мудафтың шарты қандай? Бірінші ол не болу керек? Статусы жеңіл болу керек, және әл жоқ. Міне кулли. Кулли бізді статусы қандай? Жеңіл болып тұр, дұрыс па? Тануинсіз, яғни жеңіл деген сөз. Сосын әл деген бар ма? Әл деген жоқ. Онда бұл мудаф сияқты. Енді ол мудаф болу үшін біз дәлелдеу керекпіз. Қалай? Келесі сөз мудаф илай. Мудаф илайдың шарты қандай? Мудаф илай бізде жар болу керек. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Мудаф илайдың статусы жар болып. Қалай? Мәсәлин бізде жар болып тұр ма? Міне тәнуинмен болып тұр, мына ауыр. Статусы жар болып тұр. Яғни біріншісі тәнуинсіз, ол мудаф, әл жоқ. Екіншісі жар болып тұр. Екеуі мудаф илай, келемет идафа болып тұр. Бұл екеуі тіркес. Осылай айтамыз. Кеттік. Әк-сәра шайин, 12-ні көрейік. 8 идафа болды. Әк-сәра шайин. Бізде бірінші сөз. Міндетті түрде бірінші сөз, бізде бірінші идафаны табамыз. Ол бірінші сөз болу керек. Әк-сәра бізде шартымызға келіп тұр ма? Статусы жеңіл ма? Тәнуинсіз, жеңіл. Сосын екінші шарт қандай? Әл дейді. Әл бар ма? Жүмдерде әл жоқ. Яғни бұл мудаф сияқты.
енді оған мудаф илай керек. Шайин бізде мудаф илай болып тұр ма? Әрине 100%. Неге? Себебі ол жар статуста болып тұр. Екеуі аксара шайин мудаф илай болып тұр бізде. Так, төрттен ал дейді. Әл-муджримуна ән-нара дейді. Енді бірінші бұл екеуі идафа болып тұр ма? Көрейік. Мағынасын білмейміз, бірақ біздің мақсатымыз идафа деген тіркес болып тұр ма? Соны анықтауға мағынасы маңызды емес. Себебі біз көп сөздіктерді білмейміз. Әл-муджримуна күнәһарлар деген сөз ғой. Енді осы мудаф болып тұр ма? Сұрайық. Мудаф па бұл? Мудаф емес пе? Бұл 100% мудаф емес. Неге? Себебі мудафтың шарты орындалмай тұр. Статусы жеңіл, әлі жоқ болу керек. Ал бұл жерде әлі тұр міне. Әлі тұрғасын бұл мудаф емес, басқа бір нәрсе оны алдағы атта өтеміз, бірақ бұл точно мудаф емес. Кеттік. 16. Манаға ән-наса. Бірінші мудаф сияқты мынау. Статусы жеңіл, әлі жоқ. Енді мудаф болу үшін бұған мудаф илай керек. Ән-наса бізде мудаф илай бола ма? Жоқ. Неге? Себебі бұл жар болмай тұр, насып болып тұр. Насып болса бұл екеуі точно мудаф идафа емес. Басқа бір нәрсе алдағы атта өтеміз. Бірақ бұл идафа емес. 100% идафа емес. Себебі мынау жар болу керек бізге. Ал бұл насып болып тұр. Кеттік. Осылай тану керекпіз. Маджмаа әл-бахрайни. Маджмаа бізде мудаф бола ала ма? Әрине статусы жеңіл, тануинсіз. Сосын әл жоқ, мудаф сияқты. Енді бұған мудаф болу үшін мудаф илай керек. Әл-бахрайни. Бізде мудаф илай бола ала ма? Әрине. Неге? Себебі бұл комбинация. Екілік. Муслимани, муслимайни, муслимайни. Біз айттық, муслимайни насып болалады, немесе жар болалады. Ал бұл жерде мудаф болғасын бұл жар болып тұр. Сондықтан біз айтамыз, бұл 100% мудаф илай, екеуі идафа болып тұр. Маджмаа бахрайни. Екі теңіздің қосылған жері деген мағынаны білдіреді Кехф сүресінде. Бүгін жұма Кехф сүресін оқығанда бар ма? Сәлем айғаны. Келесі. Ғайри нафсин. Бізде мудаф болып тұр ма? Ғайри. Бірінші мудаф тағамыз. Мудафтың екі шарты. Статусы жеңіл, әл болу керек. Әл жоқ болу керек. Кешірім сұрайық. Ғайри бізде жеңіл, әл жоқ. Нафсин. Бізде мудаф илай ма? Мудаф болу үшін оған мудаф илай керек. Нафсин. Мудаф илайдың шарты статусы жар болу керек. Нафсин бізде жар, сонда бұл екеуі керемет идафа болып тұр. Мудаф және мудаф илай. 28. Соңғысы. Абаваху. Абава. Абава бізде мудаф болып тұр. Неге? Қалай мудаф болып тұр? Статусы жеңіл ме, ауыр ма деп тұр қой. Неге ол мудаф болып тұр? Қайдан біліп тұрмыз статусы жеңіл екенін? Ауыр болса, абавани болады. Муслимани. Екілік қой, ата-анасы деген ғой. Абавани. Абавани деген ата-ана, негізі абавани. Нун бар мен жерде, бірақ түсіп қалып тұр. Түсіп қалса біз айтамыз оның статусы жеңіл деп. Не үшін түсіп қалып тұр? Себебі мудаф болып тұр. Әл жоқ. Абавани мудаф. Сосын оған мудаф болусы қасында мудаф илай. Ху деген бізде не бұл? Есімдік. Жалғанған есімдік. Жалғанған есімдік кейде насып, кейде жар болады. Бірақ бұл есімге жалғанса, абавани бізде есім. Сондықтан бұл 100% есімдік. Есім плюс есімдік бұл 100% идафа болады. Сонда оның ата-анасы деген мағынаны білдіреді. Абаваху. Абаваху бізде мудаф. Мудаф және мудаф илай. Кеттік. Енді Фатиха сүресіне көшейік. Алдыңғы сабақта біз талдадық, бірақ бүгін тағы да бір талдашайық. Бисмиллахи-рахмани-рахим, альхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахмани-рахим, малики яумиддин. Біз не талдаймыз? Біз мынау бисми неге жар болып тұр, Аллахи деген сөз неге жар болып тұр, ар-рахмани неге жар болып тұр, лиллахи неге жар болып тұр. Соны бүгін түсінетін боламыз. Робби не үшін жар болып тұр. Но әл-аламуна емес, әл-аламина болып тұр. Не үшін? Соны бүгін түсінетін боламыз. Мәлики не үшін жар болып тұр. Кеттік. Енді бірінші бисмиллахи-рахмани-рахим. Бисмиллахи бізде екі сөзден құралып тұр. Біріншісі би. Би деген ол бізде харф жар. Сондықтан исм бізде исми деген сөз, екінші сөз жар болып тұр. Неге? Себебі би ол харф жар. Харф жардың жұмысы
өзінен кейінгі исім сөзді жар қылады. Енді би плюс исім, біз оны не дейміз? Жар маджрур дейміз. Бисми бізде жар маджрур болып тұр. Жар маджрур. Енді біз исми деген сөз бізде исім. Біз айттық, исімнің 4 сипаты бар. 4 сипаты. Соны білу керекпіз. Соны табу керекпіз. Әзір келеміз. Исми бізде жар болып тұр. Енді біз жар болып тұр, және статусы жеңіл. Біз айттық, негізі исім сөздер, бисми бізде исім, себебі би келіп тұр. Сосын бұл неге тәнуинсіз келіп тұр, яғни статусы жеңіл болып тұр. Әдетте негізі исім сөздер араб тілінде тәнуинмен жүреді, немесе комбинациямен, статусы ауыр бар. Ал бұл жерде жеңіл. Неге? Себебі бұл бисми бізде исми деген сөз бізде не үшін жеңіл болып тұр? Себебі ол мудаф сияқты. Мудаф болып тұр ма? Мудаф болса бұған мудаф илай керек. Мудаф илай бізде келесі сөз Аллахи деген сөз. Аллахи бізде мудаф илай бола ма? Аллахи. Исми бізде статусы жеңіл, алиф ләм жоқ, мудаф сияқты. Енді оның 100% мудаф екен дәлелдеу үшін бізде келесі сөз Аллахи деген сөз бізде Аллахи деген сөз мудаф илай болу керек. Мудаф илай бола ма? Аллахи деген сөз әрине себебі статусы жар. Сонда бұл Аллахи деген бізде мудаф илайхи болып тұр. Мудаф илай болып тұр. Енді исми деген сөздің біз мудаф болса 100% мудаф дедік. Енді оның біз 4 сипатын табу керекпіз. Бірінші, қандай дедік? Статусы жар дедік. Рафға насып жар болып тұр. Сосын сосын 4 сифаты керек бізге. Жар болып тұр бірінші. Сосын саны бисми, исми, ат деген сөзден білдіреді. Бір болып тұр, жекеше түрде. Сосын тигр, женскийдің белгісі жоқ, сондықтан мужской дейміз. Сосын нақты ма, жалпы ма? Типі. Типін біз айта алмаймыз. Неге? Себебі ол мудаф болып тұр. Біз айттық, егер сөз мудаф болып тұрса, біз оның 4-ші сипаты типін айта алмаймыз. Себебі оны кімнен білеміз? Мудаф илайдан білеміз. Аллахи деген сөздің 4 сипатын табайық. Себебі ол мудаф илай. Сол мудаф илайдың типі қандай болады? Мудаф сондай болады. Көрдіңіз бе мені? Бұл жерде біз сұрақ қойып кеттік. Не үшін? Себебі ол мудаф болып тұр. Енді мудаф илайдың 4 сипатын көрейік. Тауып. Оңай. Аллахи деген сөз 4 сипаты керек. Аллахи статусы. Бірінші статусы. Аллахи деген сөз бізде қалай болып тұр? Рафқа насып жар болып тұр. Жақсы. Сосын саны жекеше, көпше, екілік. Алла деген бір, сондықтан біреу жекеше түрде. Сосын мужской, женский. Грамматика Алла деген сөз мужской болады. Жақсы. Енді типі нақты ма, жалпы ма? Алла деген Алланың аты, сондықтан ол нақты болады. Енді біз мудаф илайдың типін таптық. Яғни нақты болса, онда біздің мудафта нақты болады. Яғни типі мен жерім сұрақ белгісін алып тастаймыз. Типі нақты болып тұр. Түсінікті ма? Мудаф илайда осындай проблема бар. Мудаф болса, оның 4-ші сипаты типін кімнен аламыз? Мудаф илайдан аламыз. Енді жақсы кеттік. Жар маджруды таптық. Аллахи деген сөзді таптық міне. Аллахи деген бізде 4 сипатын таптық. Аллахи дегеннің 4 сипатын тапты. Енді ар-рахмани, қандай бұл қызмет атқарып тұр сөйлемде? Ар-рахмани. Бұл исім, себебі әлмен келіп тұр. Әл тек қана исімдердің алдында келеді. Енді ар-рахмани деген исім болса, оның 4 сипаты керек. Ар-рахмани. Бірінші статусы керек. Рафқа насып жар. Ар-рахмани имен бітіп тұр. Сондықтан біз айтамыз, бұл жар болып тұр. Жақсы. Сосын жекеше ме, көпше ме, екілік па? Ешқандай екіліктің комбинациясы жоқ. Сондықтан біз жекеше дейміз. Жақсы. Сосын тегі мужской, женский. Женскийдің белгісі жоқ. Сондықтан біз бұны мужской дейміз. Жақсы. Енді типі жалпы ма, нақты ма?
Ар-Рахмани бізде әл тұр, әл болса ол 100% нақты болады. Жақсы. Келесі. Ар-Рахими, төрт сипаты. Бұл да әлмен келіп тұр, сондықтан бұл исім. Төрт сипаты керек. Статусы жар болады. Жекеше ме, көпше ме, саны жекеше. Ешқандай комбинация жоқ. Сосын тегі женский, мужской, женский негізі жоқ, тамыр, бута, ондай дене мүшелері, жұп дене мүшелері ондай емес. Сондықтан біз мұны мужской дейміз. Сосын типі нақты ма, жалпы ма? Әл тұр, 100% нақты дейміз. Енді қараңыздар. Міне, Аллахи деген сөз бізде. Аллахи деген сөздің төрт сипатымен Ар-Рахмани төрт сипаты бірдей болып тұр. Ар-Рахими бірдей болып тұр. Бұл нені білдіреді? Егер біз айттық, есім сөздердің төрт сипаты бірдей болса, онда біріншісі ол бізде зат есім болады. Зат есім. Қалғандары өз сын есім болып келеді. Сын есім болады. Сол зат есімге сын есім болып келеді. Егер төрт сипаты бірдей болса, міне, Аллахи деген бізде бірінші зат есім, бұл қалғандары сын есім болады. Неге? Себебі олардың төрт сипаттары бірдей. Сондықтан біз бірінші зат есім, қалғандарын бәрін сын есім дейміз. Сын есім. Яғни, мына соңғы Ар-Рахмани, Ар-Рахими, Алла деген сөзге сипат болып тұр, сипаттап тұр. Соған сын есім болып тұр. А оны біз арабшада қалай дейміз? Маусуф сифа дейміз. Зат есім дегеніміз, яғни бұл маусуф болады бізде, маусуф біреу болады, біз айттық. А сифа бірнеше болуы мүмкін. Сондықтан бірінші мына Ар-Рахмани бізде сифа бір болады. Ар-Рахими ол да сын есім, арабшада оны не дейді? Сифа дейді. Маусуф сифа дейді. Көрдіңіз бе? Сифа екі. Бисмиллахи рахмани рахимді осылай талдаймыз. Тағы да қайталай жайық. Би ол харф жар. Бәта каф лам вау мин фи ан аля хатта иля. Оның жұмысы өзінен кейінгі исім сөзі жар болу. Мына жерде ол жұмысын керемет атқарып тұр. Себебі исми бізде жар болып тұр. Харф жардың кесірінен. Жақсы. Бисми. Енді бұл екеуі жар мәжрур дедік. Жақсы, түсінікті. Жар мәжрур дедік. Сосын енді біз сұрақ қоямыз. Исми бізде исім. Ол не үшін статусы жеңіл, тәнуинсіз тұр? Себебі ол мудаф болып тұр. Мудаф болса ол тәнуинсіз болу керек. Тәнуинсіз, сосын әлі болмау керек. Жақсы, мудаф болып тұр. Мудаф болса, оған мудаф болу үшін мудаф илай керек. Аллахи деген сөз бізде мудаф илай болып тұр. Неге? Себебі оның статусы жар болып тұр. Статусы жар. Сонда мына екеуі бізде идафа болып тұр. Бисмиллахи бізде идафа болып тұр. Мына раз көрейік. Бисмиллахи деген ис. Бисмиллахи бізде не болып тұр? Идафа болып тұр. Идафа болып тұр. Түсінікті. Жақсы. Идафа болып тұр. Көрдіңіздер, бір-бірімен қалай байланысып тұр? Бұл сөз тіркестерді айттық қой. Бізде бисмиллахи идафа болып тұр. Жақсы. Енді бисми мен Алла екеуі Алла деген сөз байланысып тұр. Түсіндік. Идафа болып тұр. Бисми мудаф. Сосын Аллахи мудаф илай. Екеуі қосылып идафа болып тұр. Түсінікті. Енді Ар-Рахмани қызметі қандай сөйлемде? Ар-Рахмани бізде ол сифа болып тұр. Кімге? Алла деген сөзге. Алла деген сөз маусуф болып тұр. Ар-Рахмани сифа болып тұр. Оны айдан бірдік. Оның төрт сипатын таптық. Алла деген сөздің, Ар-Рахмани деген сөздің төрт сипатын таптық. Қандай сипаттары? Статусын, санын, тегін, типін. Сосын біз білдік, ол екі сөздің сипаттары, төрт сипаты бірдей екен. Онда арабтарда ереже бар. Егер исім сөздердің төрт сипаты бірдей болса, бірінші сөз маусуф болады, қалғандары сифа болады. Бізде Ар-Рахмани сол себепті сифа болып тұр. Ар-Рахими ол да солай, төрт сипатын таптық. Ол Алла деген сөзбен бірдей болып тұр. Яғни Алла деген сөз бізде маусуф, Ар-Рахмани ол да сифа болып тұр. Сифа екі. Маусуф сифада бір маусуф болады, ол зат есім, қалғандары сифа, сын есімдер көп болады. Қазақшада бар ғой, қызыл алма дедік қой, тәтті қызыл алма.
бірақ бізде зат есім сөздің соңында келеді. Арабтарда керісінше алма қызыл тәтті деген сияқты ғой. Алла аса қамқор, ерекше мейірімді. Бұл бірінші аят, бірінші Құрандағы. Бисмиллахи рахмани рахим. Осылай талдаймыз. Енді келесі аят талдайық. Келесі бірінші аятынан бастайық. Альхамдулиллахи раббил аламин. Кеттік. Бұлар қалай? Бұлардың қызметі қандай? Сөйлемдегі қалай бір-бірімен байланысып тұр? Қандай тіркестер бар? Соны анықтайық. Осы жерден түсінікті болды ма? Кімде қандай сұрақ бар? Альхамдулиллахи раббил аламин. Соны талдаймыз енді. Бұл жерде біз идафаға қатысты айтатын нәрсеміз, сол идафада мудафтың төртінші сипатын біз білмейміз бірден. Оны кімнен аламыз? Мудаф илейден аламыз. Сол айтқым келгені. Мудаф пен мудаф илей қосылып идафа болады. Жақсы, кеттік. Енді альхамдулиллахи раббил аламин дегенде талдайық. Альхамду біз әлі өткен жоқпыз, оны қалдырып кетеміз. Лиллахи. Лиллахи деген сөзді талдайық. Лиллахи. Не үшін жар болып тұр? Әдетте негізі рафа болып қой сөздер. Исім сөздер. Енді лиллахи дегенде лиллахи. Лиллахи. Бізде бұл не үшін жар болып тұр? Себебі бұл алдында ли деген харф жар келіп тұр. Бізде харф жар. Ба, та, каф, ләм. Ләм харф жардың ішінде бар. Сондықтан Алла деген сөз бізде жар болып тұр. Лидің кесірінен. Сонда лиллахи бізде жар мәжрур болып тұр. Жар мәжрур. Мәжрур. Бұл жерде ли плюс Аллахи деген екі сөз бар. Үйге қосып кетіп, Аллахи деген осылай лиллахи деп қосып кетті. Бұл екеуі жар мәжрур болып тұр. Жақсы, жар мәжрур. Енді лиллахи деген сөздің төрт сипатын табайық. Төрт сипаты. Бірінші жар болып тұр, статусы. Саны Алла біреу, сондықтан бір. Мужской дейміз, грамматикада мужской. Сосын типі Алланың аты, сондықтан нақты болады. Жақсы, төрт сипатын таптық. Келесі Рабби. Рабби бізде исм. Рабби деген сөздің бүйтіп қойын, үйдегі бүйтіп салмен беріп қойын. Но лиллахи. Енді Рабби дегенді көрейік. Рабби бізде исм болып тұр. Так, оның төрт сипатын көрейік. Мен үйдегі Рабби деп қарсы жазам ғой. Кешін тұрайын. Так, енді келесі сөз Рабби. Ол қалай байланысып тұр? Соны білейік. Рабби. Рабби деген бізде қандай қызмет атқарып тұр? Рабби бізде жасыл. Төрт сипатын көрейік. Жоқ, бірінші төрт сипатынан бұрын бұл біз айтамыз. Раббидің төрт сипатынан бұрын бұл мудаф сияқты. Неге? Себебі бұл тәнуинсіз келіп тұр. Рабби. Неге? Себебі бұл мудаф сияқты. Мудаф. Мудаф па? Мудаф сияқты. Себебі бұл статусы жеңіл, бірінші шарт, екінші шарт әл жоқ. Жақсы. Енді бұл мудаф болу үшін бұған мудаф илай керек. Әл-аламина. Әл-аламина. Бізде мудаф илай ма? Себебі мудаф болу үшін оған мудаф илай керек. Енді сұрақ көрейік. Әл-аламина мудаф илай ма? Бұл комбинация муслимуна, муслимина, муслимина көпше түрдегі. Көпше түрдегі муслимуна ол рафа, муслимина, муслимина рафа немесе жар. Бұл жерде рафа болуы да мүмкін, немесе жар да болуы мүмкін. Бірақ алдында мудаф келгесін, бұны біз жар дейміз, 100% жар, сондықтан біз мудаф илай болып тұр дейміз. Мудаф илай болып тұр. Мудаф илай болып тұр. Әл-аламина бізде не болып тұр? Мудаф илай болып тұр. Бұны андай көкпен берейік. Әл-аламина мудаф илай болып тұр. Себебі бұл жар статуста тұр. Рабби бізде мудаф, оны дәлелдедік. Себебі мудаф илай бар қасында. Жақсы. Енді мудафтың төрт сипатын табайық. Мудафтың себебі мудаф исімдер ғой тек қана.
мудафтың төрт сипатын табу керекпіз. Бірінші статус қандай? Рафға насып жар, жақсы. Сосын саны жекеше, көпше, раббы тәңір деген сөз ғой. Сондықтан біз жекеше дейміз. Жақсы. Тегі мужской, женский, мужской дейміз, женский белгісі жоқ. Сосын типі. Типі бізде қандай? Нақты ма, жалпы ма? Оны біз айта алмаймыз, себебі мудаф болып тұр. Мудаф типін өзі айта алмайды. Мудафтың бір проблемасы сол. Типін ол өзі айта алмайды. Неге? Себебі оның жан досы мудаф илейдан сұрайды. Мудаф илей біледі. Мудаф илей қандай? Бұл да сондай. Егер мудаф илей жақсы болса, бұл да жақсы. Мудаф илей жаман болса, бұл да жаман деген сөз. Сол сияқты. Енді әл-ғаламині төрт сипатын тауып көрейік. Статусы рафқа насып жар. Жар дедік, себебі бұл мудаф илей болып тұр. Сосын мына қысап жазайын, мудаф илей деген сөйлемей қалады қазір. Мудаф илей болып тұр. Төрт сипат керек. Жар. Сосын саны. Саны бұл жекеше емес, екілік емес. Біз айттық комбинация муслимуна, муслимина, муслимина. Комбинация болса, бұл көпті комбинация, сондықтан үш дейміз. Жақсы. Тегі. Женский, мужской. Бұл женскийдің комбинациясы, мужскойдың комбинациясы, сондықтан мы дейміз. Мужской. Жақсы. Енді типі. Нақты ма, жалпы ма? Біз айттық әл болса, әл деген болса, артикл, онда ол 100%, 100% нақты болады. Түсінікті ғой? Нақты. Енді біз мудаф илейдің типін таптық. Егер мудаф илейдің типін тапсақ, біз мудафтікін соған береміз. Мудафтың типі, сол мудаф илейдік қандай болса, бұл да сондай болады. Яғни бұл да нақты болады. Енді қараңыздар. Аллахи деген сөзбен, лиллахи деген сөзбен міне. Лиллахи деген сөзбен мына екеуі бірдей келіп тұр. Төрт сипаты бірдей келіп тұр. Сонда бұл нені білдіреді? Төрт сипаты бірдей келсе, біз маусу сифа дейміз. Біріншісі бізде зат есім болып тұр. Біріншісі маусу, себебі зат есім болып тұр. Сосын қалған екіншісі бұл сын есім болып тұр. Сын есім болып тұр. Неге? Себебі бұлардың несі? Төрт сипаты бірдей болып тұр. Сондықтан біз айтамыз, біріншісі ол маусуф болады, зат есім, яғни екіншісі сифа болады. Бұл бірінші аят. Альхамдулиллахи раббил аламин. Енді ары қарай. Ар-Рахмани, Ар-Рахими, біз оны талдадық. Бұл жерін көшіріп алайық. Ар-Рахмани, Ар-Рахими. Біз оны талдадық, төрт сипатын таптық. Енді соны көрейік. Төрт сипаты міне. Бұл жерде де дәл солай. Ар-Рахмани, Ар-Рахими. Жар болып тұр. Жекеше. Лиллахи деген сөзбен бірдей болып тұр. Мужской. Нақты. Значит, бұлда нені білдіреді сонда? Егер Алла деген сөзбен, лиллахи деген сөзбен бірдей болса, бұлда сын есім білдіреді. Лиллахи деген зат есімге бұл сын есім болып тұр деген сөз. Ар-Рахмани, ол да бірдей. Ар-Рахими, лиллахи деген сөзбен бірдей болып тұр бұлда. Сонда бұлда сын есім бар. Сын есім. Оны арабша қалай дейді? Маусуф дейді. Бірінші сөз зат есімі маусуф дейді. Маусуф. Қалғандары мынау сифа бір болады. Мынау сифа екі болады. Себебі лиллахи деген сөз, Алла деген сөзбен бірдей болып тұр. Сифа неше? Сифа екі болады. Сифа екі, мынау сифа үш болады. Үшінші сын есім болып тұр Алла деген сөзге. Сифа үш болып тұр. Түсінікті ма? Оны қайдан білдік? Оны біз білдік. Қызылмен белгілеп қойайық. Оны қайдан білдік? Біз төрт сипатын бірдей екенін білдік. Сондықтан біз солай айтып отырмыз. Сифа екенін. Көрдіңіз бе? Бұл бізде сөз тіркесі болып тұр. Осылай тіркесіп тұр болады. Бұл бізде сифа екі, жақсы. Сосын мұны сифа үш болып тұр. Қайдан білдік? Төрт сипаты бірдей. Мынаумен, маусуфпен сифа. Бұны маусуф сифа дейміз.
ар-рахмани рахим, ар-рахмани ар-рахими, малики яумиддин. Енді малики яумиддин деген қалды. Малики Малики дегенде Малики. Бұл бізде Малики исм. Патша дегенді білдіреді ғой. Енді Малики исм болса, бұл неге тәнуинсі келіп тұр? Сол сұрақ. Не үшін бұл статусы жеңіл болып тұр? Неге? Себебі бұл мудаф сияқты. Бұл мудаф па? Статусы жеңіл, алиф лам жоқ, мудаф сияқты. Енді бұл мудаф болу үшін бұған не керек? Бет бөліп қойын араларын. Малики дегенде көшіріп алайық бұл жерге. Малики бізде көрініп отыр ма? Көрініп тұр. Мудаф болып тұр ма? Мудафтың екі шарты орындалып тұр ғой. Малики бізде жеңіл, статусы тәнуинсіз, сосын алиф лам жоқ. Жақсы. Енді мудаф сияқты. Енді мудаф болу үшін бұған мудаф илай керек. Одан кейінгі сөз яуми бізде мудаф илай ма? Сол, маңызды сол. Бұл мудаф илай болып тұр ма? Себебі мудафқа мудаф илай керек. Әрине, неге? Яуми себебі яуми деген сөз бізде не болып тұр? Яуми деген сөз. Яуми бізде статусы жеңіл болып тұр, тәнуинсіз. Жеңіл айтсақ, тәнуинсіз болып тұр. Яғни, тәнуинсіз, бұл дейтін жар болып тұр деген, статусы жар болып тұр. Сондықтан бұл бізге мудаф илай болусын, статусы жар болса болады, сол жеткілікті. Яғни бұл мудаф илай болып тұр. Малики бізде мудаф болып тұр. Жақсы. Енді мудаф болса, мудафтың төрт сипатын табу керекпіз біз. Бұл Құранның бүкіл аятын бұлай талдамаймыз, жалпы бұны білген жақсы. Себебі сайттарда уже бұны талдап тастаған. Кітаптарда, грамматик кітаптарда бүкіл Құранды талдап тастаған. Бізге жалпы қалай болып жатыр, терминдерді түсіну үшін, мудаф дегенде қалай болып жатыр, сол үшін керек. Енді мудафтың төрт сипаты керек. Қандай? Исімнің төрт сипаты: статус, саны, тегі, типі. Статусы Малики не болып тұр бізде? Малики статусы жар болып тұр. Жақсы. Сосын саны, патша деген сөз бір деген білдіреді. Жекеше дейміз, себебі көпше түрде емес. Сосын тегі мужской дейміз, себебі женскийдің белгісі жоқ. Енді типі. Типінде проблема бізде. Неге? Себебі бұл мудаф. Мудафтың проблемасы сол. Типін айта алмайды. Оны мудаф илайдан сұрайды. Кеттік. Мудаф илайдан сұрайық. Қараңыздар, мудаф илайдан сұрайық. Бұл жерде тағы қызық басталады. Енді мудаф илайдың бұл исім ғой. Исім болғасын, идафа екі исімнен құралады. Идафаның барлығы олар исімдер. Сондықтан біз төрт сипат керек. Яуми деген сөз міне. Яумидің төрт сипаты керек. Бірінші статусы рафа насб жар, себебі касрамен тұр. Жақсы. Күн деген ғой. Жекеше ме көпше ме? Жекеше, бір күн деген сөз. Сосын мужской ма женский? Мужской, себебі женскийдің белгісі жоқ. Жақсы. Енді типі. Типінде тағы бұл жерде проблема. Типінде тағы проблема. Неге? Қандай проблема? Айта алмайды бұл. Бұл мудаф илай болып тұр ғой. Типінде айта алмайды типін. Неге? Себебі яумидің өзі статусы жеңіл болып тұр. Яғни жеңіл болса бұл не деген сөз? Бұл өзі бөлек мудаф болып тұр ғой. Мудаф бола ма? Әрине өзі статусы жеңіл, тәнуинсіз, әл жоқ. Сондықтан бұл мудаф сияқты. Мудаф болу үшін бұған мудаф илай керек. Келесі сөз. Ад-дини бізде мудаф илай бола ма? Мудаф илайдың шарты не болу керек? Ад-дини. Ад-дини бізде мудаф илай бола ма? Мына яумиге.
Mudaф илей болу үшін бұған қандай шарт керек? Mudaф илей. Ад-дини бізде жар болу керек. Ад-дини бізде жар болып тұр ма? Әрине 100%. Сондықтан біз бұны айтамыз mudaф илей болып тұр. Сонда яуми бізде mudaф. Mudaф болса біз оның типін айта алмаймыз. Оның типін кімнен сұраймыз? Оның mudaф илейінен сұраймыз. Яумидің mudaф илейі ад-дини. Ад-дини бізде бұл mudaф илей болып тұр. Бірінші ад-диниден біз төрт сипатын табамыз. Одан біз типін тапқаннан кейін ол типі яумиге барады мына жерге. Ол тип mudaф илей болып тұр мәликиге. Сол яумидің типі мәликиге барады. Көрдіңіздер ме? Бір-бірімен байланысты бар. Енді кеттік. Mudaфтың проблемасы сол, типін айта алмайды. Сондықтан бұны қайталап сіздерге түсінікті болу үшін деп тағы да қайталап жатқаным. Кеттік. Енді mudaф илей ад-динидың төрт сипатын көрейік. Мынаны қысқартып жазайық. Себебі көрінбей қалады қазір. Mudaф илей ад-дини деген сөздің төрт сипаты керек бізге. Төрт сипаты mudaф илей болып тұр. Бірінші ад-дини. Бізде бұл статусы рафға насып жар болып тұр. Жақсы, окей. Проблема жоқ. Жекеше ме, көпше ме? Жекеше. Жақсы. Мужской ма, женский ма? Ад-дини. Женскийдің белгісі жоқ, сондықтан біз мужской дейміз. Сосын ең типі деген бұл жерде типі керек бізге. Типі қайда білеміз? Бұл ад-дини. Бізде бұл жар болып тұр. Жақсы. Типі нақты ма, жалпы ма? Бұл жерде әл тұр. Әл тұрғасын біз айтамыз, бұл нақты дейміз. Себебі әл нақтылықты білдіреді. Біз айттық қой. Адамның аттары әл болса, ол нақтылық болады. Исім болса, есімдіктер болса нақты болады. Сосын ишаралар келесі нақты дедіңіз. Исім ишаралар нақты, есімдіктер нақты, әл болса нақты дедік. 7 түрі, 7 себебі бар нақты болудың исімнің. Соның бірі осы әл. Сосын адамның аттары, мекеннің аттары нақты атаулар. Сосын дедік, я деп егер біреуді шақырған болса, сол сөз бізде нақты болады. Сонымен бұл нақты неге? Себебі алдында әл тұр міне. Әл деген артикль тұр. Сондықтан біз бұны типі нақты дедік. Жақсы. Mudaф илей таптық. Енді яумидің типін сол mudaф илейден аламыз. Mudaф илей мына ад-дини болған. Ад-дини бізде нақты ма? Мынау. Онда бұл барады да мынаған барады. Яумиге барады. Себебі яуми бізде mudaф. Өзі айта алмайды. Мынаған барады. Жақсы. Бұл нақты болып тұр да, яуми. Қайдан білдік? Mudaф илей нақты болып тұр. Жақсы. Енді бізде не қалды? Мәлики қалды ғой. Мәлики. Мәликидің типін қайдан болады? Яуми бізде нақты. Сондықтан бұл да нақты болады. Бұл нақты болып тұр. Енді біз айттық, мұнан барлығы мәлики яумиддин деген сөз барлығы. Мәлики, мынау мәлики деген сөз. Мәлики яумиддин. Бұның барлығы бізде не болып тұр? Идафа. Барлығы бір идафа болып тұр. Как будто бір сөз сияқты сөйлемде. Себебі бір-бірімен жалғасып тұр. Бұның барлығы бір идафа болып тұр. Енді бұның барлығы бір идафа болса, идафа болып тұр. Сондықтан мәлики яумиддин барлығы бір идафа болып тұр. Бұның төрт сипатын кім айтады? Бұның төрт сипаты керек. Бұның төрт сипатын бірінші mudaфтан алады. Бірінші mudaф бізде қандай болып тұр? Міне, мынандай болып тұр. Мәлики, себебі ол бірінші mudaф болғасын, бұның төрт сипаты міне осылай болады. Барлығы бір идафа болады да, идафаның төрт сипатын бірінші mudaф айтады. Бірінші mudaф бізде мәлики. Сонда мәликидің несі? Идафаға жүреді. Идафаның барлығын, мәлики яумиддин барлығы бір сөз сияқты болады да, сол барлығы бір идафаның сипатын бірінші mudaф айтады. Бірінші mudaфтың сипаты жар, бірлік, бір жекеше, мужской, сосын нақты. Енді қараңыздар. Бұл қандай рөл атқарып тұр? Бұл барады да міне.
мына сияқты ғой, міне ар-рахими деген сияқты ғой, міне жар, бұл да жар. Ар-рахими бізде бір жекеше тұр, бұл да бір жекеше тұр. Жақсы. Сосын ар-рахими бізде мужской болып тұр. Біз мәлики яумиддин барлығы бір сөз сияқты идафа болып тұр, оның тегі мужской болып тұр. Жақсы. Сосын төртінші сипаты ар-рахими бізде нақты болып тұр. Идафа емес, мәлики яумиддин барлығы нақты болып тұр. Сонда бұл нені білдіріп тұр? Бұл бізде төртінші сифа болып тұр ғой. Барлығы бірдей болса, төрт сифаты. Біз айтамыз маусул сифа. Сонда бұл төртінші сифа болып тұр. Қай сөзге сифа болып тұр? Сол барлығы төртінші сифа. Барлығы мына лиллахи деген, альхамдулиллахи деген мына сөзге барлығы сифа болып тұр. Бірінші сифа роббил аламин. Мына жерде мен ұмытып кетпін. Роббил аламин бірінші сифа болып тұр. Қазір сөйлеймін. Екінші сифа ар-рахмани, Алла деген сөз маусуф болып тұр. Роббил аламин идафа бірінші сифа, ар-рахмани екінші сифа, ар-рахими үшінші сифа, мәлики яумиддин барлығы бір идафа болады да, бұның барлығы төртінші сифа болып тұр ғой, лиллахи деген сөзге. Мен жерде жазып берейік, ұмытып кетпін. Мен жерде робби аламин бізде идафа болғасын, барлығы бір сөз, как будто бір сөз болады да, бір идафа болады. Бұның барлығы бір идафа болғасын, оның төрт сифаты болады. Роббил аламин бір сөз сияқты болады сөйлемде. Сосын бұның идафа болып тұр. Идафаның төрт сифаты, идафа төрт сипатын кімден алады? Бірінші рабби мудафтан алады. Мудафтың төрт сипаты мен тұр. Сондықтан біз мен жерден алып тастаймыз. Рабби емес, бүкіл идафа сифа болып тұр ғой негізі. Раббил аламин деген идафа бізде не болып тұр? Сифа бір болып тұр. Сифа бұл идафа. Идафа как будто бір сөз сияқты болады сөйлемде. Барлығы бір жәшікке келіп келеді де идафаның барлығы. Сондықтан бұл сифа бір болады. Міне Раббил аламин сифа бір, идафа бірінші сифа болады. Ар-рахмани екінші сифа болады. Түсінікті. Ар-рахими үшінші сифа болады. Төртінші сифа мәлики яумиддин барлығы бір идафа болады да, ол төртінші сифа болып тұр ғой. Жалпы осылай бұл бүгін осыған дейінгі сабақтардың не үшін өттік? Статус, рафа, насып, жар, статусы жеңіл ме, ауыр ма деген не үшін өттік? Осылай талдау білу үшін. Бұл талдау не үшін керек? Құранды аударғанда бұл өте маңызды. Тіркестерді осылай біз ажырата аламыз. Біз осыған дейін төрт түрлі тіркесті өттік. Міне. Бүгінгі тақырыбымыз идафа. Маусул сифаны өттік. Түсінікті. Екі есімнен құралады. Бірінші маусул сифа. Бұл зат есім, сын есім деген бірінші сөз бізде маусул зат есім болады, қалғандар сын есім болады. Түсінікті. Сосын мына кетіп тастайық. Керек емес. Сосын жар мажрур. Ол түсінікті деп ойлаймын. Жар мажрур дегеніміз жар мажрур харф жар мен есімнің бірге келуі. Ол түсінікті. Харф жар плюс есім, екеуінің арасында ешқандай сөз жүрмейді. Бұл бізде екінші сөз тіркесі арабшадағы. Сосын инна және исмуха. Бұған мысал келтірген жоқпыз бүгін. Бұл бізде үшінші сөз тіркесі, төртіншісі бізде идафа болды. Идафа дегеніміз екі есімнің бірге келуі. Қандай жағдайда? Мудаф және мудаф илай болып тұр. Бұл екі есімнен құралады. Мудафтың өзінің шарты бар. Қандай? Статусы жеңіл болу керек. Сосын әл жоқ болу керек. Мудаф илай. Мудаф болу үшін оған мудаф илай міндетті түрде керек. Оның мудаф илайның шарты қандай? Статус жар болу керек болды. Сөйтіп біз осылай біз төрт түрлі нені өттік. Алланың қалауымен төрт түрлі тіркесті өттік.
Енді бізге 5-ші қалды. Сонымен бітіреміз тіркестерді. Бұл жерде бізде 5-ші қалды. Ол исм ишара арқылы жасалады. Исм ишара келесі уақытта өтеміз. Ишара. Исм ишара арқылы жасалатын. Келесі, сосын біз сөйлемге көшеміз. Біз бірінші сөздерді зерттедік. Исімді, харфті, олармен таныстық. Сосын сөз тіркестерімен таныстық. Енді бізге сөйлем қалды. Алла қаласа. Ишарамен енді танысамыз. Сосын сөйлемге көшеміз. Осымен бүгінгі қайталау аяқталды. Алла разы болсын баршаңызға. Кімде қандай сұрақ бар? Арабша сөз тіркесі. Арабша сөздер 3-ке бөлінеді деп айттық қой. Жер жазып кетейік. 3 түрі арабша. Арабша 3 түрлі сөз. 3 түрлі сөз бар. Олар қандай дедік? Олар бізде исм дедік, сосын фиғыл дедік, сосын харф дедік. Біз исімді талдадық, төрт сипаты бар, ана мынау деп. Фиғылды өткен жоқпыз. Фиғыл бұл етістік қой. Тек фиғылды өткен жоқпыз. Қалған харфпен таныстық. Харф бұл бізде харф жар, харф насып дедік. Исімнің төрт сипаты бар дедік. Сосын исімге қатысты біз есімдіктер өттік. Енді исімге қатысты исім ишараны өтеміз. Сосын ол қалай сөз тіркесін орайды, соны өтетін боламыз Алла қаласа. Бізде мына фиғылды тек фиғыл келесі. Ол сарфқа байланысты, ол қиын. Исм сөйлемді өткенде фиғылды өтеміз, себебі сөйлем сол етістік арқылы жасалады. 2 түрі бар арабтарда сөйлемнің. Осыдан кейін сосын біз арабша 2 түрлі сөйлемді өтетін боламыз. Исіммен басталатын, фиғылмен басталатын сөз. Сол кезде біз фиғылды өтеміз. Әзірге исіммен харфты өтіп жатыр. Исімнен бізде соңғы тақырып исм ишара қалды. 3 түрі арабша, 3 түрлі сөздерді өттік. 5 түрлі сөз тіркесін өтеміз. Сосын 2 түрлі сөйлемді өтеміз Алла қаласа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жана қабыл болсын.